Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шайпен. Бүгін Астанада күн шығып тұр, бірақ қатты жел. Сондықтан ал біз болсақ базарға бара жатырмыз. Үйге продукт алу керек. Сол кетіп бара жатырмыз. Қазір біздің Астананың Артем базарын көрсетеміз сіздерге. Сосын кешке ауызашарға тамақ істейміз. Барлығын менің экранынан көретін боласыздар. Сіздердің оразаларыңыз қалай өтіп жатыр? Мен көп болды влог түсірген жоқпын. Енді осы влогты қабылдаңыздар. Егер сіздерге влог ұнаса, міндетті түрде лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Өйткені мен сіздерге қандай дүние ұнайтынын сол сіздердің пікірлеріңізден білемін. Базарға келдік. Астана орталық базары деп аталады. Уже здесь. Приходи, изучай ассортимент, совершай покупки только оригинальных Хока. Қазір енді продукт аламыз бұйыртса. Базарға кіріп келе жатырмыз. Фрукты. Өрік. Вау, бәрін жегіміз келіп жатыр. Бірақ біз оразамыз, айтпақшы. Міне, базардың ішін аралап келе жатырмыз. Қазір. Біз сондай сүт сататын жерді қарай кетіп бара жатырмыз. Біз міне сүтті тағамдардың бөліміне қарай кіріп келе жатырмыз. Қазір бұйыртса ірімшік аламыз. Міне. Екі күнде көп шатасып қалдыңыз жазбай. Міне алуға. Президенттің творога. Президенттің басқа ешқандай творог жоқ, тек қолдық қана ма? Қолдық қана. Мұны президент тағысы. Есть президент? Что президент? Супер-пупер лампочка тауып. Біз мұны алып тұрмыз. Вообще фрукты. Жоқ, мен YouTube-қа саламын ғой. Инстаграмда көрдіңіз бе? Қайдан тауып алдыңыз? шықтым. Түрін таныстым. Видеосын көрдім. Ораза туралы интервью бересіз? Сөйлей алмаймын, интервью. Жалпы таңнан кешке дейін қиын емес па, өзі ауыздарыңыз берік? Аллахтың несі парызы оңай әрдайым. Қандай жағдай болмасын дейсіз? Парыз, орындау болады. Иіс келтірмей ма? Иісті неше түрлі иістер? Тамақтың ортасында тұрасыз ғой енді? Ешқандай қиын емес. Біз міне осы Артем базарында үнемі сізден аламыз. Овощиді, көкөністер осы жақтан келіп алсаңыздар болады. Міне. Ешқандай қиын емес. Апай, сіз ораза ұстадыңыз ба? Сұхбат бересіз ба? Міне апай тоже ұстады. Қабыл болсын оразаңыз. Қиын емес па апай? Қиын емес па ораза? Тамақтың ішінде тұрасыз кешке дейін. Сағыздар ораза деп айтып Міне сондай көңілді жарқын адамдар. Сіздер жалпы біздің дүкенге барғанымыздан ақ кешке ауызашар жасағалы жатқанымызды түсінген шығарсыздар. Міне қазір тамақ дайындалу үстінде. Міне сәбіз бен картоп қуырылып қойылды. Қазір міне қуырып жатырмыз. Қандай тамақ екенін соңында білесіздер. Дайын болғанда. Әрине тамақ ауызашар десертсіз бола ма? Міне тәтті тағам дайындалып жатыр. Ол ірімшіктен бәліш болмақ. Өйткені біз барлығымыз ірімшіктен жасалған бәлішті жақсы көреміз. Көшсем деп тұрды, қол жетпей қалды. Құрма, су мен аузымызды аштық. Міне енді тамақ салып жатырмыз. Ол тамақ маклюбе болатын. Сосын жалпы фрукты. Міне енді аузымызды ашамыз.
маған мынандай міне кесте сыйлады. Мынаның ішіндегі бір ұяшықты өшіресің, сосын ішінде оның тапсырмалары бар екен. Соларды орындауға болады. Міне осындай. Ал енді біздің тамағымыз не болып жатыр екен? Табағымыз, міне маклюбеміз дайын. Жей беруге болатын секілді. Қонақтарымызды столға отырғызып, тамағымызды жейік, аузымызды ашайық. Міне жаңа ғана пештен шықты. Творожный. Пирог. Құлпынаймен әрленген. Егер рецепт керек болса, комментарийде жазыңыздар, жібереміз. Сонымен біз жаңа ғана қонақтарымыз шығарып тастадық. Қонақтарымыз болғанда бір қатты көп қонақ келе қойған жоқ. Өткенде біз өзіміз үйіне барған. Әпке, жездем, балаларымен келді. Енді қазір мен сіздерге жалпы осы Рамазан уақытындағы бір екі құнды уақыт туралы айтып кетпекпін. Өйткені өздеріңіз жақсы білесіздер, Рамазанның әрине әр күні, әр сәті құнды, десек те соның ішінде бір ең өте құнды бір сәттер бар. Ол біріншісі, ол түннің 1/3 бөлігі, яғни таң намазының алдыңғы уақыты. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху қандай дұға қабыл болады деп сұраған кезде, ол түннің соңғы бөлігінде жасалған дұға деген. Сондықтан осы таң намазының алдындағы уақыт, ол бір ең сондай бір құнды уақыттардың бірі. Сол кезде көп дұға етсеңіздер, және тахаджуд намазын оқысаңыздар, ол өте сондай бір пайдалы болмақ адам үшін. Түннің соңғы бөлігінде біз сәресімізді ішеміз. Сондықтан ол сол бірінші құнды уақытқа жатады. Ал екінші құнды уақыт ол әрине ақшам намазы кірген уақыт, яғни біздің ауыз ашқан сәтіміз. Ауыз ашқан сәттегі дұғалар қабыл болады дейді. Ол уақытта да көбірек дұға етуге тырысып, өзіміз осы әр сәтін, әр минутын Рамазанның жақсы пайдалансақ, ол біз үшін енді өте сондай бір сәттай болмақ. Иншалла, енді солай болғай. Әзірге осы, достар, каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, және қандай тақырыпта видеолар түсіргенді қаласаңыздар, ол туралы осы видеоның астына комментарий жазып кетіңіздер. Және мына жақта тұрған қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар, өйткені қоңырауды басып қойсаңыздар, менің жаңа видеом сіздерге бірден келіп тұрады.